Балама пышақ тыққан, аяусыз тыққан, бүйрегіне тыққан пышақ. Арқасының бәріне біз тыққан балама. Мен кіргенімде ана жерде қанның ізі бар екен. Біз кінәлі емеспіз, бізге пышақ, ана бала жолдас балама пышақ салып жіберді, бүйтті сөйтті деп. Сіз қайтыс болғанын білдіңіз ба ол? Білген жоқпын ол уақытта. 7 жаста еді балам. Ой, балам, шымақ еді балама. Алматының Алатау ауданында 30 сәуірде 2 жасөспірім пышақ жарақатынан қайтыс болды. Соның бірі Дінмұхамед Есенгелді. 17 жастағы Дінмұхамедтің туыстары мен куәгерлердің айтуынша, оқиғаның барлығы осы Гүлзарда басталған. Содан кейін пышақ жарақатын алған Дінмұхамед досы Наримамен бірге осы маңдағы үйлердің бірін паналаған. Полиция жағдайға қатысы бар 12 адамды қамауға алды, ішінде 3 жігітке адам өлтіру бабы бойынша айып тағылған. Қаза тапқан Дінмұхамедтің анасы қылмысқа қыз бен ақшаның қатысы бар деп отыр. Пышақтап тастаған балам. Жап-жас боздақ. Аяқ қолы балғадай баланы. Балам 17 жаста. Мамам жұмыстамын деді. Кешке келем деді. Сол күні келмеді. Таңғы сағат 9-дан естідік хабар Димашты. Ал осы районда сол балалар разборка болыпты деп. Сол балама пышақ тыққан, аяусыз тыққан балама. Жүрегіне, бүйрегіне тыққан пышақ. Арқасының бәріне біз тыққан балама. Балам қашқан, мамасына қарай, үйге қарай, үйге жете алмаған балам. Жете алмаған қан, 20-10 минуттың ішінде қан сырап кетіп қалған ғой бала. Сол ана пышақ тыққан бала үлкен бала екен өзі. Димаштан ақша боспалап сұрап жүрген екен. Мына бала ақша сұрағанда сен мен неге ақша берем, сен кімсің, мен ақша беретін деп айтыпты. Димаш сөйтіп айтыпты. Енді Димаш кішкентай бала емес қой, оған ақша беретін. Димаш жұмыс істемейді, 17 кәмелет жасқа толмаған бала. Қанша ақша сұраған екен? 5000 сұрайды екен, аптасына 5000 ғой деп айтыпты. Бір адамға ма, бір адамнан? Димаштың өзінен 5000 теңге сұрайды ай сайын, апта сайын. Димаш оған вообще бағынбаған екен, сен кімсің деп. Бұл арада бір қыз бар дейді. Басын жарса, қолын сындырса балам тірі қалады. Коляскада отырса да қасымда болады. Енді балам жоқ қазір. Мына 9-шы сыныптағы венеткасы. Мына былтыр қараңызшы, балам қандай, мына қараңызшы. Бойы ұзын, сұп-сұлу, әдемі. Соны енді мына бала өзі әпкесіне айтыпты. Біраз болды әпке. Артымнан қалмай жүр депті. Осының арты жаманшылық болмаса болды, бірақ әпкесі енді ондай жаманшылыққа қимаған. Бірақ енді жаңағы келіп жатқан достар айтады ғой, сол Әкежан деген бала мен Димашты пышақтап өлтірем деп айтыпты. Енді сол өзінің айтқанын жасады. Оны кім айтты ол сіздерге ол сөзді? Келіп кетіп жатқан адамдар, ана Димашты пышақтағандағы сол жерде болған балалар айтады, Димашқа 3 рет сұқты пышақты дейді. Бүйректен, жүректен сұқты дейді. 15 минуттың ішінде жан тапсырған. Үйге қарай жүгірген ба бала? Жүгірген, қашқан. Достары Нариман деген баланы жетектеп алған. Сонда айтқан, Нариман досым, мен жүре алмаймын деп қансыраған ғой. Сол Әкежан деген бала енді қамауда отыр ғой қазір. Таныс болған ба бұрын екеуі? Мен ол баланы өмірде көрмеген, бірақ Димаш таныс болыпты. Димаштың бір достары болған өзінің, солардың класстастары дейді. Жаңағы бір Димаш араласатын қыз болған, сол таниды дейді. Әйтеуір араларында қыз бар. Қызға талас деп айтып жатыр. Қызға талас дейді. Ол қызбен Димаш жүрмейтін, ол Әкежанның бұрынғы қызы дейді. Енді естіп жатырмыз ғой, бәрі келіп айтады ғой өздерін. Сол қыз болмаса Димаш тірі қалар еді дейді. Мен Димашты пышақтаймын деп айтыпты. Ол енді өзінің жұмысын жасады. Мойындап отыр екен. 2 рет сұқтым деп, бірақ көрген бала, кішкентай бала кеше айтады, 3 рет тықты дейді пышақты. Қолын бәрін пышақтаған. Енді зорлықпен кеткен бала. Баланың мен денесін ашып көрсетпеді маған, мен бетін көрдім. Шашын ұстадым, көзін ұстадым. Бетінде бір жарақаттары болды ма, жоқ денесінде ме? Ернін тістеп тастап. Қиналған ғой, еріндерін бәрі. 2-де уже 7-ші больницада қайтыпты, 2-де. Скорыйды досы шақырыпты.
Оқиға орнында қайтыс болған ба, жоқ ауруханаға барған соң? Оқиға орнында, досы айтып отыр ғой, оқиға орнында досы қамап тастады ғой досын. Скорый шақырған досын. Димаш достарын көмекке шақырыпты, бірақ олар пышақтың ішінде болмаған. Димаш оларға айтқан ғой, қашыңдар деп. Мыналар пышақ қолында деп. Сонда бәрі қашқан ғой. Сонда сол досы скорый шақырған, бір жерге апарып тыққан. Сонда Димаш уже әлсіреп көзін жұмып сөйлеуге де мұршасы келмей жатыр. Қайғылы жағдайдың қай жерде болғанын екі жасөспірімнің отбасы нақты білмейді, тек жобамен қай аумақта болғанын көрсетті. Әрі қарай қылмыс болды делінген Гүлзарға бардық. Жарақат алған Дінмұхамед пен досы Нариманның сол жақтан үйге қарай қашқаны белгілі. Жолай екі жігіт бас сауғалаған үйді таптық. Үй жол жиегіне жақын орналасқан. Үй иесінің сөзінше сол күні сыртқы есік жабық болған, алайда екі жігіт амалын тауып ішке кірген. Түнгі сағат 1-2 шамасында біз қатты ұйықтап жатыр едік, ворота жабық еді. Олар что-то мекалкамен, мына воротаның бір шеті ашық екен, мекалкамен скорый тұр, скорыйның қасында милицейский машиналар 2-3 машина тұрды. Ақырын деп сол машинаға уже скорый салып апты ана баланы. Сол мен жүгіріп шықтым, не болып жатыр, не болды деп айқайлап едім. Сіз осы үйдің иесісіз ма деді. Иә, мен иесімін дедім. Квартиралықтарыңыз бар ма деді. Бар дедім. Мына үйде кім тұрады деді. Бұл үй бос тұрған үй. Әлі квартирант алған жоқпын деп едім. Соны кейін ана қасындағы бала енді әп-әдемі жігіт екен. Сонымен ана бозарып аппақ болып кетті, түсі аппақ болып кетті. Ана бала қорқып кеткен, қатты қорқып кеткен. Соны кейін ол бала біз жүгіріп осы аулаға кірдік. Жүгір бір воротаны аш, ішке кіріп алайық, бізді қуып келе жатыр дегеннен кейін біздің воротаны ашып кіріп осы жерге тығылған ғой олар. Ана баланы қайта милиционер балалар допросқа ала берді. Осы жерде тергеу ала берді. Жоқ, мынаның ішінде алды. Бұның ішінде не бар жаңа? Бұның ішінде мен кіргенімде ана жерде қанның ізі бар екен. Мына жерде сөйтіп қан бар екен. Ол баланы мына жерде көрсет, сен қалай бұлар қалай сендер араласып қалыңдар деп едік. Біз ана жерде төбелесі болып жатыр екен. Мына менің жолдас балама пышақ салып жіберді. Бетті сөйтті деп ана бала білгенін айтып жатыр да, қорқып дірілдеп жатыр, бірақ айтып жатыр. Сол кезде ана бала біреу деді, ішіңді көрсет деп еді, кофтасын ашып, ішін көрсетті. Мына жерде сіз көрдіңіз ба, қан жатты ма мына жерде? Бірақ қатты көп емес енді, азғантай қан, бір қара кофтасы қанға боялып кеткен екен. Оны шешкен ба, ол кофтаны не істеген? Сол кофтаны мына жерге шешіп қойыпты, бірақ бас киім тұрдым да. Біз кінәлі емеспіз, бізге пышақ, ана бала, жолдас балама пышақ салып жіберді, бүйтті сөйтті деп, ана енді дірілдеп тұрып сөйлеп тұр. Мына жерде енді қанша уақыт жатты, тексеру жүргізді ма жаңа? 2 күн мен күттім, 2 күн тексеріп, осы жерге кіріп, тексерем екен, бір жерде ешқандай ештеңені алмадым да, осылай тұрды. Уже 3-ші күн мен уже тазалап қойдым. 2 күннің ішінде ешкім келген жоқ па? Жоқ, келген жоқ. Көйлектерін шығарып тастадым. Көйлектерін де алып кеткен жоқ па? Жоқ, сырға шығарып тастадым. Қанның иісі шығып тұрды. Жаңа бас киімінде екеуін? Жоқ, бас киімінде жоқ. Жоқ, екеуінде қоқысқа тастадыңыз ба? Қоқысқа тастадым. Оқиға болған маңға қамауда отырған бір жігіттің ата-анасы да келді. Олар ұлдары Нариманның іске еш қатысы жоғын, тек досы Дінмұхамедке көмекке барғанын айтады. Сонда бала отыр, бір апта болды отыр. Олар қазір потерпевші, қазір бұлар кінәлап қазір отырыспады бәрін. Сізде хулиганство бойынша қозғалған? Хулиганство бойынша. Ол балалар 4 бала өзінің туған күні отырған. Информация болғанда не болған жағдай бұл жерде ешкім де білмейді. Бала да өзі білмейді. Сіздің бала да білмейді, иә? Өйткені баладан мен сұрадық қой, свиданиеға барып сұрап, бала ешқандай информация папаға не жайында кетіп баратырыңызды білмеймін деді. Төбелес болатынды білмеймін деді. Бірақ ана алдын ала шақырған деген сияқты әңгімелер. Шақырған ол жаңағы марқұм дос баласы звондапты, басқа балаға звондапты. Бұл 4 бала бір жерде отырмай ма туған күнде? 12 деген поздравить етемін деген мода шықты қазір. Сол жақта отқан. Бірден кейін кеткен сол 1,5 таман. Звондаған, олар келген, папаға біз келдік деді. Буквально 5 минут дейді. Біз қаштық. Получается, 4-еуі Димаш бар, сіздің ұлыңыз бар. Димаштар осы жерде болған. Бұл жақта сіздің ұлыңыз туған күннен келді. Иә, туған күннен. Звондап шақырып алған ғой, болды. Ол жерге қатысы да жоқ. Бұлар ана жақтан келген топ, бұлар қосып отқан.
Димаш бар, тағы да 2-3 бала бар енді. Төртеуі де қамауда отыр ма қазір? Бәрі отыр қамауда. Оларға Алтауы отыр. алтау отыр, иә? Димаш қайтыс болды, 7 бала ғой бұлар. Одноклассниктер. Жетеуі де. Қолында коласы болды, қолымен бет аузын шашып, иісін. Қолымен шашып. Онда лақтырып жібердіңіз ба? Ішінде бутылкасы бәрі жатты ма? Ничего не делали. Почему? Почему экспертиза на жақта? Мен 2 күн тимедім, колаға да тимедім, ештеңеге тимедім. Осы күймен тұрдым. 2 күннен кейін ешкім тимегеннен кейін тастап жүрдім, уже маған да көтеріліп алу керек. Қанша уақытта келді? Милиционерлер 15-20 минутта келді. Ол келген соң шақырған ба екен, жоқ жолда келе жатып шақырған ба? Жоқ, осы жерге келгеннен кейін шақырған болу керек. Немен нелерін бәрін жауып тұрып, сосын барып шақырып отыр. 4-5 рет звондады папа дейді. 4-5 рет звондады, скорый жай келді. 15-20 минуттан сондай келді. Бұл қайтыс болған жасөспірім Ешім Қасымбектің үйі. Әлеуметтік желіде дәл осы жігіттің ауруханаға емес, алдымен полиция бөлімшесіне жеткізілген айтылып жатыр. Арасында баланы аман алып қалуға мүмкіндік болды дегендер де бар. Марқұмның ата-анасы бұл жағдайдың ақ-қарасы әлі ашылмағанын, сол себепті тергеу нәтижесін күтетінін жеткізді. Бізге таңертең сағат 9-дан аса айтылды хабарлама. Сол уақытта келді бізге. Жоғарғы осы еден звондап, келіңіздер, балаларыңызға жағдай болып қалды, тез жетіңіздер деп жарты сағат 40 минуттай жүрдім, күтіп. Не болған, не жағдайын түсінбей сол жерде. Сіз қайтыс болғанын білдіңіз ба? Білген жоқпын ол уақытта. Бір жарты 40 минуттан кейін барып, маған сол жерде бір кісілер айтты, осындай жағдай болды, 2 бала қайтыс болыпты түнгі жағдайдан кейін. Сіздің мына ұлыңызға қатысты жағдайда дәрігерлер дер кезінде көмек көрсетсе аман қалу мүмкін еді деп айтылып жатыр. Енді сондай нелер болып жатыр енді. Бәрімізді баламызды аман алып қалғымыз келеді ғой енді. Енді сондай әңгімелер болып жатыр. Сондай хабарлармалар кеп қалды. Енді келіп жатыр, соны біз аяғына дейін зерттейміз, көреміз оны. Ол жағы белгісіз ғой, Ол жағы әлі белгісіз, әлі нақты несін айтылмады бірақ. Енді ертесінен шақырды бізді тергеуші. Келіңіздер, ол жағдай олай емес. Біз өзіміз келген жағдайда, айтылған жағдайда, сол кезде болған жағдайдағы скорый келіп алып кеткен деп айтылды негізі. Қалай болған хабарыңыз бар ма? Енді арасында енді бір-бірлерімен қасарысып жүрген балдар да бар екен, бөлісе алмай жүрген балдар бар екен. Енді біз бала қаяқтан білесің, ол өздері маяқтан шақырған соң бар тұрған бір шетте. Содан төбелес басталып кеткен, төбелестің аяғы осындай жағдайға шығарып болған ғой. Қазір балаңызға жаңа пышақ соғылған ғой, Баламды біз деп айтты жатыр. Солай деп жатыр енді. Мед экспертизада пышақ емес, өзі бір тупой нәрсе, сондай бір немен. Тупой предмет деп айтқан. Тупой предметпен кірген дейді. Сіздің балаңызға жаңа сол пышақты сұқты делінген күдікті анықталып, жаңа кім екені ол өзіне тағылған айыпты мойындап отыр ма? Анықталды, мойындап отыр деді. Оны айтылды, екі жақтан балдар болған жағдайды мойындап отыр деді. Мына мәйітханаға барған кезде балаңыздың денесін көрсетті ғой. Сонда бір іздерін көрдіңіз ба өзіңіз? Енді денесі ондай нелер жоқ, осы іш төңірегі мына кіндіктің жоғары жағында болған деп ойлаймыз. Сіз өзіңіз көрмедіңіз ба? Көрдім, өзім көрдім ғой, денесі сау бәрі. Аяқ қолы енді бетінде кішкене болды, мұрны, жаңағыдай көздің қабағы кішкене қызарған гематомалары деген сияқты сондай нәрселер болды. Екі тарап барған дейді ғой, жаңа төбелесуге, сөйлесуге. Сол сіздің ұлыңызды мына тараптың бір адамы өлтірген болып тұр ма? Біздікі осы қалай айтсам екен, жоқ өлген жағы емес, біздікі мына тараптан болып отыр ғой. Өзімен бірге барған достарының арасында. Солардың несінен болып отыр. Жаңағы Санжар деген бала шақырған, әйтпесе үйге қайтып баратқан баламыз ғой. Санжарды баламызды шақырып, кел, осы жерде сөйлесетін әңгіме болып жатыр, кішкене. Балдарымызды көбейтіп тұрайық, жаңағыдай енді үлкенімізді көрсетіп тұрайық, үлкен көпшілігімізді деп сөйтіп шақырған ғой баламызды. Негізі бір телефон үшін ғой, бір қыздың телефон екен, ол аккаунтын ломбардқа өткізген екен. Одан телефонды да алып қойған ба, сондай
ұсталып отқан балдар бар ғой қазір, вот Мгм. жаңа кім аттарын есіме түсе алмай тұрмын. Әкежан бар, Әкежан бар и жаңағы кім ұсталған баламыз. Санжар вот солар екен да, бәрін істеп отқан жағдайдың бәрін. Түсінгеніміз бойынша Телефонды Димаштың, солар алған екен. Дінмұхамедтің сыныптас қызының Қызы. телефонын жаңа Санжармен- Санжар мен Әкежан алып алған. Алған аха, сондай болған. Сол телефонды қайтару үшін барған. Қайтар үшін барған, соны маған алып бермей жатыр. Бір ауыз сөз айтыңыздар, енді класстастарын шақырған ғой енді. Бір балдар өздері сөйлесіп бір шешіміне келетін шығар деген. Кеше енді мына екінші тарапта 10 шақты адам қамауға алынды ғой, жалпы балалардың ішінде. Көңіл айтып келді ма сізге мына? Жоқ, біз Димашты жерлегенде келмеді, кеше келді, біз бірақ кіргізбедік. Оны не қыламыз? Анасын ба? Анасы келді, Мгм. қасында біраз аналар бар екен, бірақ Димаштың папасы кіргізбеді. Мен Димашты тірідей алып кел, кіргізем деді. Кеше келді, 4 күннен кейін келді енді. Бұрын соңды хабарлағанымыздай, аталмыш дерек бойынша, яғни адам өлтіру, 2 адамның Алматы қаласы полиция департамент тергеу басқармасында қылмыстық кодексінің 99 бабы бойынша қылмыстық іс қозғалып, қазіргі таңда сот алды тергеу амалдары жүргізілуде. Осы қылмысты жасаған 3 азамат айқындалып, олар қамауға алынды бірден. Алдымен уақытша оқшаулау вахтасына қамалды, содан кейін сот олардың бұлтартпаушы жас ретінде қамауға алуды тағайындады. Сонымен қатар айта кететініміз, осы жанжалға қатысқан, осы қылмыстық іс-әрекеттерге қатысқан басқа да тұлғалар барлығы айқындалды. Жалпы қанша адам? Жалпы 12 адам. Олардың әрқайсының іс-әрекеттеріне құқықтық баға беріледі. Қамауға алынғандар, адам өлтірген азаматтары қамауға алынды. Яғни нақтыланған, осы солардың іс-әрекеттері адамның өліміне әкеп соқтырған. Енді қазіргі таңда барлық тиісті сараптамалық зерттеулер тағайындалды. Одан кейін әлеуметтік желілерде және бірқатар бұқаралық ақпарат құралдарында шындыққа жанаспайтын қауесет мәліметтер жарияланып отыр. Сол қауесет мәлімет пайда болған сәттен ақ біз полиция департаменті ресми мәлімдеме жасадық. Бұл жаңа медицина мекемесіне жеткізбеді. Жалған ақпарат. Бұл бала қайтыс болған балалардың біреуі медициналық мекемеге жеткізілу емес бұрын полицияға жеткізілген туралы ақпарат шындыққа жанаспайды, жалған болып табылады. Барлық жедел жәрдем бригадасының келуі, кетуі, оған дәл сол жерде медициналық көмек көрсету, ауруханаға қай кезге алып келген барлығы бейне таспада бар. Келу уақытысын, кету уақытысына дейін екеуі сол ауруханада көз жұмды. Екеуі де ауруханада қайтыс болған ба? Екеуі де ауруханада. Одан бөлек жаңа 3 адамға 99 бап бойынша айып тағылып отыр ғой. Ал қалған 9 адамға қай бап бойынша не себепті қамауда отыр? Бәрінің іс-әрекеттеріне құқықтық баға беріледі. Қай бап бойынша менде мәлімет жоқ. Сіздер Димаштың да үйіне барған екенсіздер, көңіл айтып. Көңіл айтып, жатқан жер жайлы осы баламыздың да. Бәрі жас балдар, 17-ге келген балдар екен. 18-ге де толмапты әлі. Әкесімен көрісіп, шешесімен көрістім кеше. Кіріп шықтық ол жаққа. Заңды түрде алсын, жаңа пышақтаған балдар. Басқа не дейміз енді, боларсы болды. Заңды түрде шешілсін деп. Димаштың өзінің партасы, сүйіп жүрген одеколоны, сағаттары, сағат таққан жақсы көретін. Иә, жаңа суретке де қолында Сағаттар көп болатын, қолында бір сағаты кетті өзінің, сағаттар көп болатын. Кеше перчаткаларын салып қойғам өзім, жинапшы. Димаштың несі ғой? Перчаткалары шы, қолына ұстап жүр. Димаш бұлай іштеңкеге қатысқан жоқ, өзі занимация ететін. Мынаны Димашқа сатып алып берген өзі, осыны. Осы гружасымен занимация ететін, кешке мына турниктерге тартылады. Димаш осы угологы болатын өзінің шы. Осы жерде жүретін, мына турникке тартылады. Енді бәрі бос қалды. Қараңызшы. Итеріп қоясың.